Екі заттан тұратын салмағы 18 килограмм қоспа бар. Қоспадан 40% бірінші, 25% екінші затты айырып алғаннан кейін екінші зат қанша болса бірінші зат сонша қалды. Демек екеуінің салмағы теңесті. Қоспада әрқайсысы неше килограмм зат бар еді. Бәрі 18 килограмм. Мысалы айтайық, бірінші затымызды X деп қояйық, екінші затымызды Y десек, екеуін қоссақ 18 килограмм. Бірінші заттан 40% азайтамыз. Сонда бірінші заттан 40% азайтамыз. 0,6 X қалады. Екінші заттан 25% азайтамыз. 0,175 Y қалады. Енді сонда екеуінің салмақтары бірдей болып қалды. Сонда 0,6 Y кейін 0,175 Y дейміз. Енді мына жерден біреуін екінші тағы өрнектеп аламыз. X тең 18 минус Y деп алайық. Бірінші теңдеуге қоямыз да бір айырманы табамыз. Сонда 0,6 18 минус Y тең 0,175 Y. Енді осыдан жақсыландырсақ, 0,6 көбейту 18 минус 0,6 Y минус 0,175 Y тең 0 дейміз. Қазір мына екеуінің ұқсастарын біріктірейік. Көбейтулерді соңынан орындаймыз. Екеуі минус 1,135 Y тең 0 бар. Сонда мына жақтан жатқан 1,135 Y тең 0,6 көбейту 18. Бұдан Y табатын болсақ, Y тең болады 0,6 көбейту 18 бөлімінде 1,135. Енді осыны есептейміз. Есептеуге жеңіл болу үшін алдыңғы бөлімде 100-ге көбейтейік. Сонда 60 көбейту 18 бөлімінде 135 болады. Мына жерге жазалайық. 60 көбейту 18 бөлімінде 135. 135 9-ға бөлінеді. 9-ға қысқартайық. 18 9-ға қысқартайық. 2 қалады. 135 9-ға қысқартсақ 15 болады. 15. 15-тен 60 қысқарады. 15-тен 60 қысқарады. 15-ке қысқарады. Сонда мына жерде 4, мына жерде 1 қалады. Сонда тең 4 көбейту 2 тең болады 8-ге. Демек екінші затымыз Y-ның 8 болды. Бірінші затымыз 18-ден 8 азайтсақ 10 болады екен. Сонда X тең 10-ға, Y тең 8-ге. Жауабы, қазір жауабына да біз мән беріп қарауымыз керек. Қоспада әрқайсысынан неше зат бар еді. Енді бірінші затты сұрап тұр ма, екінші затты сұрап тұр ма дегеніміз. Бұл жерден сонда жауабы 10 килограмм 8 килограмм болады жауабы.